жүргізуші жігіт мен айттым да, обычно таксиге мінсең бір жерге тоқташы десең, қосамын мен, айналып кетеді. Немене ала алмайсыз ба деп ұрсады ғой негізі. Ол енді Шымкентте анандай жақсы адамды табу бізде қиын негізі. Көбінесе ұрсып отырады, білмеймін неге екенін. Соны міндім да мен айттым, мә інім айналайын, гүл алып алуым керек еді. Бір жолда гүл бар ма дедім. Апай жолда емес. Давайте мен мына жақта айналып, ана жерде гүл бар деді. Хорошо дедім, сіз отыра беріңіз, маған ақшаңыз берсеңіз, мен әкеп берейін деді. Болды деп, ақшам беріп, гүлімді әкеп берді, зайшысын әкеп берді. Ойбу, конвертімді ұмытып кеттім. Ойбу, тоқтай тұрыңыз деп, қайтадан айналып басқа бір жерге барып, конвертімді алып берді. Енді бір сондай жақсы бала екен. Жүзі жылы. Соны әңгіме шығып кетті де маған айтты, сіз тойға шақырсам деймін, бірақ ақшам жетпейді ғой сізге деді. Жаман ішімнен біртүрлі болып қалдым да. Қалай ақшам жетпейді, адамның күні адаммен ғой. Қашан тойын дедім, осындай күн деді. Давай сен менің көмекшім нөмірін жазып ал дедім, Алидің нөмірін бердім. Сен аны жазып ал да, сен сол тойға қарсы хабарлас. Егер сенің де менің де ниетім тура болып жатса, мен сол тойыңа кеп берейін. Жол түсіп жатса Шымкентке. Бірақ жол түспей жатса көрем дедім. Бірақ ішімнен ниет еттім. Бір съемка ма, не болмаса басқа той ма, бірдеңе шығып қалса жақсы болар еді, осы балаға барсам барып берейінші деп кәдімгідей бір. Сөйтіп ондай ештеңе шықпады. Сосын енді күнде барып келіп жүрген Шымкентіміз ғой құрсын. Бір машина әрі, бір машина бер. Алиге бір 2 күн қалғанда жазыпты ол жігіт. Әпше сіз біреуге Али айтады, біреуге обещать етесіз ғой, не тойға бір осынайыңыз қалмайды деді. Мен айтып қоя берші, құрсын, қай тойғанда екен сен айтып қойған, хотя бы алдымнан шықсын, мен атын да білмеймін. Ана жігіттің атын да білмеймін, ештеңесін білмеймін. Қазір де атын ұмытып қалдым, бірақ түрі есімде. Сонымен арнайы машинаны жалдап бардым. Тойға кіріп барып ем, ана бала жылап жүр, мамасы мен папасы жылап жүрді, ана үлкен кісілер. Біз вообще ойлаған жоқпыз. Баламыз айтқан кезде жылдай келе жатыр дегенге сенбедік дейді. Өтірігіңді соқпашы жүде саған.